Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шоколадный пирожныйдың рецептісімен сіздермен бөлісемін. Бұл пирожный қолжетімді дүкендегі азық-түліктерден дайындалады. Бірінші категориялы 4 жұмыртқаны шұңғыл ыдысқа шағып аламыз. Мен планетарный миксерде дайындаймын. Қол миксермен дайындасаңыздар да болады. Жұмыртқаның үстіне бірден қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Ең бірінші өте жай жылдамдықтан бастаймыз және жылдамдықты арттыра береміз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнның үстіне какаомызды саламыз және қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен қант өте пышный масса болғанға дейін араластыруымыз қажет. Планетарный миксерде шамамен 5 минуттай уақыт кетті. Егерде қол миксермен араластыратын болсаңыздар, сіздерде 8 минуттай уақыт өтуі мүмкін. Енді массамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерді ситадан өткізіп саламыз. Ситада міндетті түрде өткізіңіздер құрғақ ингредиенттерді, себебі какаоның құрамында түйіршіктер болуы мүмкін. Түйіршіктер кетіп қалатын болса, бисквитте ол түйіршіктер анық көрініп тұрады. Енді күрекшенің көмегімен массамызды астынан үстіне қарай жақсылап араластырып шығамыз. Бұл жерде массаны басып алмауымыз қажет. Енді дайын болған қамырымызды өте жұқа корждарға бөлеміз. Мен 20-20 төрт бұрышты форманы пайдаландым. Сіздерде егерде бұндай форма болмайтын болса, дөңгелек формаларды пайдалана берсеңіздер болады. Корждар өте жұқа болғандықтан қызып тұрған пеште 180 градуста 2-3 минутта пісіп шығады. Бисквиттер пісіп шыққаннан кейін жайлы формасын өзгертуі мүмкін. Форманы қоя отырып, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Менде дәл осындай 5 корж шықты. Енді тортымызға кремімізді дайындаймыз. Крем дайындауға бізге небәрі 2 ингредиент керек. Ол 20-25% сметана және де қант. Осы сметананың үстіне қантымызды саламыз да күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Сметанада қант толығымен еріп кетуі керек. Жарты плитка Қазақстан шоколадын өте ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Бұл пирожныйдың бетіне себу үшін қажет болады бізге. Енді пирожныйымызды жинай бастаймыз. Әрбір коржға 3 немесе 4 ас қасық кремді құя отырып, пирожныйымызды жинаймыз. Ең соңғы корждың үстіне де кремнің қалған бөлігін саламыз да үкіштен өткізіп алған Қазақстан шоколадын төсеп шығамыз. Пирожныйды тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Егерде бір түнге қалдыратын болсаңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Міне менде пирожный бір түнге тоңазытқышта тұрды. Енді формадан ажыратамыз және де шет жақтарын өте өткір пышақпен кесіп шығамыз. Енді видеодан көріп отырғандарыңыздай қақ ортасынан пирожныйды өте өткір пышақпен 2-ге бөліп аламыз. Содан кейін келесі жағынан 3-ге бөлеміз. Міне менің шоколадный пирожныйларым толығымен дайын болды. Егер рецепт ұнап жатса жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар.